Құрметті өнер сүйер қауым, құрметті ұстаздар. Маржан апай, шөлді жердің ағашы қымбат, ер азаматқа нағашы қымбат дейді. Құрметті жамағат, құрметті ағайын туған бауырлар, Маржан менің нағашым болады. Мен шешем Қыпшақтың қызы. Иә, ол не Қыпшақ деген қалпымен сүйек асыл келеді ғой. Шешем 90-ға келіп әрең өлтірді шешемді. 90 жасында шешем осы әдемі күйінде, осы қалып күйінде, өте қуатты күйінде өмірден өтті. Жас кезінде дейді да, қиялдайтын өмір бір, қартайғанда ұялмайтын өлімдер дейді қазаққа. Сондай жақсы қартайды жасын, құрметті әріптестер, құрметті інілер, құрметті ұстаздар, құрметті шәкірттер. Қазақ айтады, ықыласпен берген естен кетпес, ішкен жеген түстен кетпес дейді. Болмаса жақсыға берсең асыңды, жақсы сыйлар басыңды, жаманға берсең асыңды, итке тастар басыңды дейді. Маржан апай, берік бауырым, әрине апай деп Маржанмен жас көп кіші, бірақ адамды қасиетті құрметтеп тұрмын мен. Өткен қарамағында мен жұмыс істедім, бір жыл уақыт істедім, бір жылда келесі бір жылдың ішінде екі шәкірт, біреу Мұқағалиден басшылық республикадан, біреу қалғандарын басшылық келді. Солай ғой Маржан апай? Оның бір шәкірт ұстаздың жеңісі, шәкірттің жеңісі ұстаздың жемісі дейді. Сонда ұстаз дейтін жігіттер, ең ұлы тұлға, мен мықты істегем жоқ, менің бақытымда, байлығымда, менің ең керемет күймен ешкімнің бағына бұйырмайтын, кез келгеннің бақшасында піспейтін, кез келген уысына түспейтін, Алаштан айналдырған ғасырда бір туатын ғұлама Жәнібектің алдын көрдім мен. Менің ұтатым осы ғана. Өйткені мектеп көрген деген сөз, ол бөлек дүние. Сондықтан енді құрметті ағайын туған бауырлар, алыста жүрсе дейді, қазақ айтады, алыста жүрсе кісінескен, жақында жүрсе тістескен дейді. Сондықтан тістеспейік, бірін-бірімізді кісінесіп, сағынысып тұрайық. Әрдайым айтам, жақсы адам сөздің шырыныз дейді, жаман адам сөздің шірігіңіз дейді. Бүгін андай 21-ші химиялық дәуір заманда, қазіргі дәуір біздің химиялық дәуір. Осы заманда бірін-бірімізге сүрінгенімізді қалап тұрамыз. Пендеміз ғой. Сондықтан бірімізді сүріндіруге қалабай, бірімізді сүйейтін дей болайық. Анау заманында жасында көрген жоқ, өскенде айтар жоқ дейді. Осы 60-ға келген жасында мықты істегем жоқ, бірақ ел көрдім, жер көрдім, өмір көрдім. Бүкіл дүниені деп айтпаймын, төрткүл дүниені арладым мен. Торғай даласында Алматыдағы өнер ордасын бітіріп, Торғай даласына отработкамен дейді, қызмет бабымен. Сонда 10 жылдың көлемінде мен мемлекеттік филармонияда жұмыс істедім. Сонда Торғайда атақты Ғафу айтады. Ғафудың көзін көрдік, ұлылардың көзін көріп, Ғафудың алдында ән салып, Ғафудың батасын алған азаматтың бірі Ғафу айтады. Торғай дейді да, Торғай. Торғай аты Торғай болғанмен дейді, аты Торғай болғанмен ұлылар қырандар мекендеген ұя дейді. Сол Торғайдан атақты кешегі ұлыларға сабақ берген ұстаз болған алғашқы мектеп Ыбырай Алтынсариннің Шеген деген нағашы өткен. Шеген айтады, ел болған соң дейді да, қоныс керек дейді. Қоныс үшін бар ғой, соғыс керек дейді. Хан болсаң, халық керек, халық үшін дәстүр, салт керек дейді. Би болу үшін даналық керек, даналық үшін саналық керек. Бай болу үшін шүлеңгерлік керек, шүлеңгерлік үшін кемеңгерлік керек дейді. Батыр болсаң, білек керек, білек үшін бар ғой, жүрек керек. Молда болсаң, азан керек, азан үшін асатын қазан керек дейді. Кедей болсаң, кәсіп керек, кәсіп үшін машық керек дейді. Сері болсаң, сән керек, сән үшін көркем ән керек дейді. Сол сияқты қазақтың бар ғой, ұлттың жалпы әкесі, ұлттың әкесі тарих. Тарихатсыз шариғат та, мағрифат та, ақиқат та болмайды дейді. Құнанбай Абайға айтады. Ей Абай, баласына айтады, мен сен толық білімді ғой десем, сен әлі толық жетілмесің деп айт дейді. Ұлттың әкесі тарих, анасы тіл, қаруы салт дәстүр. Салт дәстүрімізді жоғалтпайық. Солай ғой, сондықтан Маржан апай, шын ықыласыңызға Алла разы болсын. Қазақ айтады, айырылма үйіріңнен, айырылсаң үйіріңнен кетпейді, екі қолың бүйіріңнен дейді. Құдай осыны Алла тағала үйірімізден айырмасын. Жақсы адамға мал бітсе дейді да, ағайының жоғына қарасады дейді. Жаман адам мал бітсе, көрінгенмен итке таласады дейді. Итше араласпай, ағайынша бауыр болып, тату болып өмір сүрейік. Жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде дейді. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйлеп, жақсылық жаса дейді. Сөйлей беретіндер көп, сөйлей білетіндер аз. Көп сөйлеген білімді емес, дөп сөйлеген білімді дейді.
бабалар. Бабадан қалған, бабалар тастап кеткен, одан артық ешқандай мен мұра жоқ деп ойлаймын мен. Солай ғой. Заманда қалай келтірсем екен? Бүгінгі таңда біз сөздің арзанға өте құмармыз. Орнымызды білмейміз. Абыройды ойламаймыз. 5-10 теңге бергенге, болмаса дастарханның басында құдалыққа барғанда баямен домбырамен айтқанға 5-6 адам араққа ішіп қол соққанға біз жұлдызбыз. Сондықтан заманда Саққұлақ деген би өткен. Кешегі Алталашқа мәлім Бөгенбай батырдың, мен сендерге түсінікті болуын айтайыншы, Бөгенбай батырдың тұқымы ұрпағы деп айтайыншы, Саққұлақ би машһүр айтады. Қаншама мен би шешендер зерттеп жүріп, ойпырмай, Саққұлақтай мен өте біліміз демейді, Саққұлақтай көп білетін шешендерді мен көрмедім дейді. Орыстар келіп, Саққұлақтан кеп, орыстар кеп, ақылын жазып, орысшаға өздеріне аударады екен. Ойты сөйтіп Саққұлақтан ауылына Ресейге алып барады екен. Бірақ өкінішке орай, машһүр айтады, өкінішке орай көп дүниесін ала алмадым. Екінші барғанымда өмірдің өткен, өмірдің заңдылығы ғой. Сол Саққұлақ айтады. Саққұлақтың күрмеуі шешілмеген түйінінің өзі арғын ішіндегі қанжығалы. Өзінің немере ағасы Бекше деген шешен өткен. Сол Бекшеге барады екен. Шамасы келмеген. Сол күндердің күнінде әйеліне айтты, балам, әйеліне айтты, қатын, ана ағаңа сыбағасын беріп жібер, көп болды, ауылға келмей келді. Баласы Нұралыға айтты, балам, сен бар көкем шақырып кел, қымыз ішіп кетсін деп. Ай қатын, сыбағасын беріп жібер деді. Әйелі нашар болса керек. Қайнағасы сондай жұпыны болса керек, онша менсінбейтін болса керек енді. Сонда айтты дейді. Қазақ айтады, әйелің жаман болса, мейманың кетеді, ұлың жаман болса, жиғаның кетеді, қызың жаман болса, жеті ата түбіңге жетеді дейді. Бұл депті бір қатық баған жауырын 5-6 сүйек беріп жіберді. Қазақта еттің екі түрі бар. Біреу сүр. Яғни сүр деген өте тамаша, тәтті бар сүр. Ал сірі деген бар. Ал сірі деген қатық баған ет. Сіріден беріп жіберді. Нұралы бала барып көкесінен, көке ассалаумағалейкум деп, айналайын балам, келдің ба? Ауылыңа аман. Я деп қоржындағы етті беріп, ай қатын, кедейдің бір тойғаны шала байыған деп, ас деп қазан пісіп кеп, ортаға қойған кезде қараса ет қап-қара дейді. Қарап айт дейді. Балам деп айт дейді. Байқаңыз, еттің азын жауырыннан бар болса, кім аяйды бауырынан? Жоқтық шіркін адамға не істетпейді. Бұдағы келіпті өз аулыңнан. Мұнсыз сүрме десем, сірекен ғой. Сараңбай өлді десек, тіреген ғой. Дүниеге көз тоймай, өле қоймай, бір онда, бір мұнда жүрeken ғой деп айт дейді. Жас бала намыстанып, қап-қыз бұл намыстанып, шешесінің істеген тірлігіне намыстанып, ата, сізге әкем сыбағасын жеп кетсін, қымыз үшін деп шақырып еді ауылға. Деп айт дейді, сонда айт дейді. Солай ма балам? Сенің әкең Саққұлақ, Сақаң. Бір кездері мен Сақаңның бекшесі едім, сақтаулы алтын текшесі едім. Бұл күнде бала жұмсап шақыратын. Мен не? Етігінің өкшесін едім, керексізсе өзгесін деп айт дейді. Сол сияқты жігіттер орнымызды білейік. Ең басты орнымызды білейік. Адамда қай заманда болмасын ең бірінші абырой. Кіші жүзде сары дейтін беткен. Даттың үйінде түстеніп отырып, ата жолымен, дәстүр жолымен дәу жүректі сырымға беріп отырып, балам деп айт деді. Дүниеде 6 ұлы сөз бар, сол 6 ұлы сөзді жадыңа сақтасаң, сен халқының алдында абыройлы бедел боласың. Егер жастыққа салынып ұмытатын болсаң, онда халқың сен бойын аулақ ұстайды дейді. Ұстайды деп айт дейді. Текті бала, зерек бала, қанына таппаған қарсынсың дейді. Ата, қандай сөз деп айт деді. Балам есіңе сақта. Ең бірінші арлы, абыройлы, ожданды бол. Екінші, елге деген парызыңды ұмытпа. Үшінші, жастайыңнан намысты бол. Төртінші, халқыңды алалама. Бесінші, жақыныңды жаралама. Алтыншы, қалысыңды қаралама деп айт дейді. Осы 6 сөзі жанына сақтаған сырымды білесіңдер. Алталашқа атын бәлім сырым. Қазақ мәдениетіне, қазақтың ұлттық тарихына үлкен үлесін қосқан батырдың бірі. Сондықтан сендерге ең бірінші жігіттер, қай уақытта болсыңдар да ең бірінші абырой тілеймін, Аржан апай. Абырой тілеймін жігіттер. Мың жерден сері болсаң да қазақ айтады. Мың жерден сері болсаң да ұрғая, жігіттер текті бұзба. Мың жерден сері болсаң да текті бұзба. Мың жерден тентек жынды болсаң да ұрғая, сертті бұзба дейді. Тектілікті сертті бұзбай жігіттер. Ал енді ұстазым Жәнібек айтады, жігіттер дейді. Әнді айта алмасаң дейді, жігіттер, әнді айтамасаң, әнді айта алмаған абалайды дейді. Домбырадан тарта алмаған сабалайды дейді. Сендер әнді айтпаңдар дейді. Сендер мектеп көріңдер, сендер әнді салыңдар дейді әнді.
домбыраны сабаламаңдар, обал болады, сен домбыраны шертіңдер дейді. Сондықтан мен енді шертемін енді. Айтып айтып тастадыңыз ғой, жаман айттыңыз ғой. Рахмет, жақсы. Критериймен айтса қаз болса ішім өтпейді ғой. Әнімде болғай ағайын, сәнімде болғай ағайын, жамандап сені өзгеге, жақсыны қайдан табайын. Алыстап кетсең сағынған, соңынан іздеп сабылған, қуаныш пен қайғыңа өзіңнен бетер жабылған. Аңқылдаған ағайын, шарқылдаған ағайын, өздерің барда қашанда ойында сауық маңайын. Өзгеге әсте қимаған, жанында жүр деп қинаған, төбеңді көрмәз болып пайғамбарындай сыйлаған. Данада болған ағайын, панада болған ағайын, көңілде кіршен қалдырып алада болған ағайын. Берерім пұлсыз беретін, жандай жақсы көретін, мінезің барау шырт етпе, өсекке көз сезер етін. Қолтығы қойнау ағайын, жағасы жайлау ағайын, арада түсер ажалға шырқырап келіп әрдайым. Бақытың тайса басыңнан, табылар әркез қасыңнан, ағайынға кім жетсін, мойныңа қол асылған. Сүйеуің болар ағайын, тіреуің болар ағайын, жақсы менен жаманның өткізер бірге талайын. Жолама шуық жаттайын, қаттылығы тастайын, бауыр деп барсаң қасына, кететін безу қастайын. Шанада бөлік ағайын, қанада бөлік ағайын, қысқада ғұмыр тірлікте көрдік оның талайын. Болсаң қыл өтпес, тірлікке мынау сүй жетпес, дүрілдеп өтер жалғанға, кімдерде келіп кім кетпес. Әнімде болғай ағайын, сәнімде болғай ағайын, жамандап сені өзгеге, жақсыны қайдан табайын. Әнімде болғай ағайын, сәнімде болғай ағайын, өмірде қимас өзіңдей, жоғалтпай жанын табайын. Өмірде қимас өзіңдей,
жоғалтпай жаннан табайын дейма. Жалт етеді бір үміт тайып беріп, жалынамын жанымды жайып көріп. Қаным сыймай барады, қаным сыймай барады, қарнасына қосылғанда едігей шайық келіп. Шарығым-ай, ей жарығым-ай, тұман торлап жүзіңе қалғаныма. Деуші еді ғой жалғыздың, деуші еді ғой жалғыздың жары құдай. Неге таси береді, неге таси береді, неге таси береді қанымдай. Селдеткендей көзем арнасына, қалғармаймын жағаға асыламда. Шыңыраудан шыға алмай шадам кетіп, тағдырыма шынымен басырамын. Қорқып тұрып орнымнан, қорқып жатып, толқын кетіп барады, толқындатып. Бәрі келіп тоғысып, жүрегімнің жағалауын тебеді, жағалауын тебеді, солқылдатып. Жарығым-ай, ей жарығым-ай, тұман торлап жүзіңе қалғаныма. Деуші еді ғой жалғыздың жары құдай. Неге таси береді, неге таси береді, неге таси береді қанымдай. Қайран уақыт өзіңдей жолдас еттім, өзіңмен қатар жүріп сапар шектім. Тірлікте қиналғанда арқа сүйеп, өмірдің көпірінен қатар өттім. Қадіріңді білдік пе, қадіріңді білдік пе, қайран уақыт қоймайды екен бұл өмірі сайранда деп. Күздің ызғар салқыны соғады екен, жазында жапырағын жайған бақыт. Қадіріңді білдік пе, қайран уақыт. Қайран уақыт өзіңмен қатар жүрдім, шұғыласын көп көрдім, батар күннің. Құпиялы өмірге қадам басқан, әр күнімді бақытты сапар білдім. Қадіріңді білдік пе, қадіріңді білдік пе, қайран уақыт қоймайды екен бұл өмір сайранда деп. Күздің ызғар салқыны соғады екен, жазында жапырағын жайған бақыт. Қадіріңді білдік пе, қайран уақыт. Қайран уақыт кел бері
сырласа алып көңілден шер тарқатып мұңды салып бірге жүрген күндерде дидар біз тойлайық екі келмес дүние бір жасалып қадіріңді білдікпей қайран уақыт қоймайды екен бұл өмір сайрында деп күздің ызғар салқыны соғады екен жазында жапырағын жайған бақыт қадіріңді білдікпей қайран уақыт дейін ба жайна жігіттерім жайна жігіттерім жайна қалмаңдаршы беймаза бір ойға қайда қуанышың қайда көтер көңіліңді мынандай ғой жігіттер мынандай ғой рахмет мынандай ғой мына өнер деген бар былай ғой мына өзі әннің бір ғой өз айтатын орны бар ортаңда сахана бөлек кәсіпқой сахана бөлек орта бөлек баяғыда жәнібек кәрмен айтатын еді Бекболатқа біздің Бекболат гениальный халтурщик деп та Бекболат осында ойнатады ғой жанында Бекболат сол сияқты ортаға байланысты айтып отқан дүние ғой әрине сахана бөлек ал енді әр жерде енді мысалға ойбай арқаңды айқайлай берсең ол кейбір орта қабылдайды кейбір орта қабылдай алмайды заманның ағымына байланысты өмір сүру керек тұз болмаса бар ғой жігіттер бар ғой ет бұзылады тұз болмаса бар ғой ет бұзылады дін болмаса ниет бұзылады ел бар ғой ел мінекей ермен көркем жер көгімен көркем ақыл асқанды қан тұт білім асқанды пөр тұт жақсыңды қадірле жаманыңды бар ғой тәрбиеле арбаға бар ғой тоқпақ көргенді жекпе арбаға соқпақ көргенді жегіңдер әңгімені төлдете бермей төрел сөздің түйініне келіңдер дейді бабалар солай